Бауыр ауруларын болдырмас үшін не істеу керек? Олардың белгілері қандай? Бауырды қалай қорғаймыз? Бәріңізге сәлем, көзі қырақты қымбатты көрермен. Бүгін біз ағзамыздағы ауырса да айтпайтын қызық мүше бауыр туралы сөз етеміз. Арнадан алыстамаңыз. Бауыр ағзадағы ең үлкен, ең маңызды без және организмнің басты зертханасы десек қателеспейміз. Оның орташа салмағы 1,5-2 килограмм. Ол денеде іш қуысының оң жақ бөлігінде орналасқан. Бауыр 4 бөлікке бөлінеді. Ол қан тарататын және өт шығаратын тамырлардан құралған. Қан арқылы бауырға қоректік заттар келеді. Олар бауыр жасушаларында өзгеріске ұшырайды. Бауыр қанды ұйытып, оны тоқтату үшін қажетті минералды заттар түзеді. Оның клеткаларынан астың қорытылуы үшін өт бөлінеді. Ағзаға түскен улы заттар бауыр көмегімен жойылады. Егер денеге улы заттар немесе алкогольдік сусындар мөлшерден тыс түсетін болса, бауыр жұмысы бұзылып, ағзаны тазалай алмай қалады. Бұлай жалғаса беретін болса, бауырды өте қауіпті ауру цирроз бен сары ауруға шалдықтырады. Достар, алдыға қойған мақсаттарға жетуім үшін бізді қолдап, арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға, туыстарыңызға таратуды сұраймыз. Ол үшін подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бауыр ауруларының белгілері. Дәрігерлердің айтуынша, бауыр ешқашан ауырып мазаңызды алмайды екен. Өйткені бауырда жүйке талшықтары болмайды. Тек бір жағдайда бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Бойыңызды әлсіздік билеп, күні бойы шаршау, себепсіз диетаға отырмай-ақ арықтау, жиі бастың айналуы және құсу, асқа тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының ісінуі және іштің кебуі, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігі, қолдың, аяқтың жиі қышуынан байқауға болады. Бауыр ауруы кезінде бауыр клеткаларында май мөлшері жоғарылап, темір көбейеді. Осы кезде бауыр қалыпты жұмыс істеу қабілетін жоғалтады. Бұл майлы гепатоздың және цирроздың дамуына әкеледі. Бауыр ісінуі тосыннан және созылмалы болады. Ол кенеттен ісінген жағдайда, түшкірген кезде, жөтелгенде, қатты шаншып ауырып, несеп күреңденеді. Бауыры тосыннан ісінген адам шөп түстес құсады, яғни құсық түсі жасыл болады. Қызуы көтеріліп, жүзі сарғаяды. Қан іруінің ауыр жағдайына ұшырайды. Бұл жағдайда дереу дәрігерге қаралған жөн. Ал бауыр созылмалы ісіну кезінде бұл атап өткен жағдайлар баяу түрде және анағұрлым қаупі төмен болады. Жұмыстан қажып шаршау, ұйқышылдық, ауызға кермек дәмінің келуі, көкіректің қыжылдауы, бауыр төңірегінің төмен тартып ауруы аурудың басты белгілері болып саналады. Ауыздағы ащы дәм, бауырдың ауруы кезінде дене қызуы көтеріліп, ауызда ащы дәм пайда болып, қатты әлсіздікті сезінуіңіз әбден мүмкін. Егер өзіңіздің бауырыңыз ауырып жүр деген күдігіңіз болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл белгілер терінің, көздің, шырыштың қабаттарының сарғаюы, арқаңызда жаралар шығып, қышып мазаңызды алса, аяқ қышып, өкше жарылса, әсіресе бұл әйел адамдарда жиі кездеседі. Өкшеңіз қатты жарылып, мазаңызды алса, бауыр жұмысының қатты нашарлағанын білдіреді. Бауыр шылаққа толып қалса, жиі басыңыз ауыра бастайды. Түнде ұйқыңыз қашып, күндіз ұйқыңыз келеді. Майлы және ащы тағам жегеннен кейін оң жақ қабырғаның астынан тартып ауырып, тәбетсіздік байқалады. Бауыр созылмалы ісінген жағдайда оң жақ қабырғаның астына картопты қайнатып басқан дұрыс. Дәрігерлерге қаралып ем алып, ас бұршақты, фасоль, қырыққабатты маринадталған және қуырылған тамақты мүлдем жеуге болмайды. Егер қатты әлсіреп, терінің сарғаюы және бұрын болмаған қан кетулер пайда болып бастаса, бұл жағдайларды да назардан тыс қалдыруға болмайды. Туыстарыңыз бен жақындарыңыз сізге мүлдем басқа адам болып жүрсің десе, бұл да бауыр ауруы болуы мүмкін. Бауыр жұмысы нашарласа, мидың да жұмысына әсер етіп, сіздің қылықтарыңыз бен іс-әрекеттеріңіз өзгере бастайды. Бұны сіз байқамайсыз, басқа адамдар байқайды. Бауыр білінбей ауырады және оның белгілері сыртқа да білінбеуі мүмкін. Вирусты гепатит кезінде адам ауруды сезбеуі мүмкін. Дәрігерлер бұл ауруды А, Б, С, Д деп
әртүрлі бөліктерге бөлген. Олардың ішінде ең қауіптісі Б түрі болып келеді. Аталған аурудың бұл түрімен ауырған адамда өлім қаупіне дейін апаруы мүмкін. Ал аурудың ең жеңіл жазылып емделіп кететін түрі А түрі. Бұл ауру халық арасында сары ауру деген атпен танылған. Бұл ауруды естімеген адам жоқ шығар. Ауру адамға жуылмаған жеміс-жидек жегеннен, лас суды пайдаланғаннан және қолды жумай кір қолмен тамақ ішу арқылы жұғуы мүмкін. Сары аурудың басқа аурулардан артықшылығы бірден сезілуінде. Алдын алып толық емделіп шығуға мүмкіндік бар. Бұл ауруды емдеуге болады. Емделген соң бауырда белгілері мүлде қалмайды. Ал басқа түрлерін анықтау мен емдеу ұзақ уақыт алады. Бұл вирустар бауырдың қатерлі ісігіне, циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне әкеліп соғады. Бауыр қабынуының тағы бір түрі вирус емес, алкоголь болып табылады. Күнделікті өмірде қолданып жүрген алкогольдік сусындар бауырыңызды ауыртуы мүмкін. Тұрақты және шамадан тыс қолдану кезінде бауырда ішкі ауыртпалығын тудыруы мүмкін. Оның нәтижесінде бауырда қауіпті ауру цирроз пайда болады. Бауырдағы сау тіндердің жасушаларының жұмысы тоқтап жойылып кетеді. Алкогольден басқа қазіргі кезде жастардың әртүрлі есірткіге тәуелділігі де бауырдың ауруына әкеліп соғып жатады. Бауырға пайдалы жеміс-жидек тағамдар өте көп. Солардың ішінде 3 тағам бауыр ауруларының алдын алуға немесе қайта емдеуге көмектеседі. Шомыр. Адам бауыр циррозымен ауырғанда оған әртүрлі дәрі-дәрмектердің шипа болуы мүмкін. Мұндай жағдайда халық медицинасында шомырды емге қолдануға кеңес береді. Ол өт пен асқазан шырынының бөлінуін реттеп ас қорытуды дұрыстайды. Алайда жүрегі мен ұлтабары ауырып асқазанда жоғары қышқылды гастриті жарасы барларға жақпайды. Табиғи бал. Балды әсіресе бауыры және өт жолы ауыратын адамдар көбірек тұтынады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Кейде шомырдың ішін үңгіп, оған балды толтырып 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беру керек. Мұндай әдіс өт жолы мен бүйрекке құм, тас жинаудан да сақтауға көмегін тигізеді. Грек жаңғағы. Ежелден бері оны халық медицинасында аурулардың кең көлемін, әсіресе асқазан ішек тракты мен бауырдың ауруларын емдеу, алдын алу үшін грек жаңғағы қолданылып келеді. Грек жаңғағы жалпы нығайтқыш, қабынысқа қарсы, жара бітіргіш, бактерицидтік және қан тазартқыш сипаттарға ие. Өт айдағыш әсері де бар. Бауырды патологиялық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етеді. Грек жаңғағы асқазан спазмдары мен бауыр шаншуларын жақсы басады. Бауырды қорғап, денсаулығымызды жақсарту өзіміздің қолымызда. Ол үшін жұмыс, үй және басқа проблемалар демей, бір сәт денсаулыққа көңіл бөлгеніңіз жөн. Ауру айтып келмейді деген ата-бабамыз. Оң жақ қабырға астындағы ауырлық пен жайсыздықты сезінетін болсаңыз, дәрігерге қаралғаныңыз жақсы. Оның айтуымен нәтижелі талдамалы сараптама жасатып, ағзада не болғанын білесіз. Бауыр ауруы ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшеліктермен жүруі мүмкін. Бұл дегеніміз әйелдерде ерекше бауыр аурулары болуы мүмкін екен. Яғни жүктілікке байланысты да бауырдың өз жұмысын толық атқармауынан әр әйелде әртүрлі болады. Бауырды дәрігерлер 30-дан асқан соң тексеру керектігін айтады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар артық салмағы бар, аз қимылдайтын адамдарға, қант диабетіне шалдыққандарға, созылмалы вирустық гепатиті бар адамдар тексерілуі тиіс. Адам ағзасы бізге берілген аманат екенін ешқашан естен шығармаңыз. Салауатты өмір салтын ұстанып бауырды күтіңіз. Сіздермен бірге шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын.